Барлықтарыңа сәлем достар, біздің кезекті шығарылымға қош келдіңдер. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Біз бүгін жалпы заңгер мамандығы туралы толық ашып айтатын боламыз. Заңгер мамандығы туралы сен білмейтін шындықтар мен құпияларды айтамыз. Сондықтан да егер осы мамандыққа түсуді қалап жүрген болсаң, онда бұл видео сен үшін. Сондықтан да соңына дейін көр. Жалпы достар, бұл мамандыққа түсу үшін негізі ОБТ-дан сендер екі бейіндік пән тапсырасыңдар. Оның біріншісі ДЖТ, яғни дүниежүзі тарихы, екіншісі құқық. Және де бұл мамандыққа өту шекті балы негізі 75 және де 85 балл арасын құрайды. Ал бұл мамандыққа сендер грантқа түсу үшін сәйкесінше жоғары балл жинауларың керек, яғни көп жоғары оқу орындарында 110 және 20+ баллды қажет етеді. Сондықтан да бұл мамандыққа түсуді жоспарлап жүрсеңдер, дайындықтарыңды қазірден бастаңдар. Жалпы заңгер болу туралы көп адам білсе де, бірақ та бұл мамандықтың тереңдігін сезінетін адамдар өте аз. Мұнда тек білім ғана емес, сонымен қатар стратегиялық ойлау, аналитикалық ойлау, кез келген жағдайларда дұрыс шешім қабылдау деген секілді дағдыларды қажет етеді. Негізінде заңгер мамандығы сен білмейтін шытырман оқиғалар мен қызықты сәттерге өте толы. Одан кейін жақсы сөйлеу және дәлелді түрде өзіңнің пікіріңді дұрыс жеткізу, сонымен қатар клиенттерді тыңдай білу керек. Және осы тұрғыда сендер объективті шешім қабылдап, заңды түрде клиенттерге қызмет көрсетулерің керек болады. Ал достар, жалпы заңгерлер қандай дағдыларды игеру қажет және қандай қасиеттерге ие болу керек? Қазір сендерге соны тізіп айтып беретін боламын. Ең бірінші ол бізде аналитикалық және стратегиялық ойлау, ақпараттарды дұрыс талдау, одан кейін жақсы коммуникативті дағдының болуы. Яғни коммуникация ол клиенттермен және де басқа да маман иелерімен сөйлескен кезде өте маңызды. Яғни оларға өздеріңнің қабылдаған дұрыс шешімдеріңді дәлелдеулерің керек және де заңдарды түсіндірулерің керек, сонымен қатар келіссөздер жүргізулерің керек болады. Ал енді достар, осы заңгер мамандықтары қанша жалақы алатынын айтатын боламыз. Негізі жалақыны біз 3 бөлікке қарастырсақ болады. Бөліп, біріншісі ол орташа жалақы алатындар, екіншісі жоғары деңгейдегі жалақы алатындар, үшіншісі корпоративтік адвокаттар. Жалпы орташа жалақы негізі 250 мың теңге мен 450 мың теңге арасында болады. Яғни ол заңды кеңселерде жұмыс жасай алады. Одан кейін екіншісі жоғары деңгейдегі жалақы табатындар. Ол жалақы 500 мың мен миллион теңге арасында жүреді. Яғни олар белгілі бір ірі компанияларда жұмыс жасайды. Үшіншісі корпоративтік құқық, яғни заңгерлері, яғни бұл жерде сот ісіне, қылмыстық істерге жауап беретін мамандар. Яғни бұның жалақысы миллион теңгеден жоғары кете береді. Одан кейін келесі критикалық ойлау, дәлділік және де ұқыптылық, сонымен қатар құқықтық жазу дағдылары. Оның ішінде келісім шарттарды жасау, заңды құжаттарды жазу және де сот арыздарын дайындауды жатқыза аламыз. Заңгер болу бұл жауапкершілігі мол және де талапқа сай мамандық. Егер де сен әділеттілік үшін күресуге дайын болсаң, онда бұл мамандық дәл сен үшін. Ал достар, осы пайдалы ақпараттар ұнаса, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңдар. Және де келесіде тағы да осындай мамандықтарға талдау жасағанымыз ұнаса, қандай мамандықтарды естігілерің келеді, сол туралы төменге бөлісіп кетсеңдер болады. Және сендерге сыйлық, осы видеоның астында описаниеде телеграм-каналға сілтеме қалдырған, сол жақтан сендер ДЖТ құқық комбинациясы бойынша барлық ақпараттарды, пайдалы ақпараттарды көре аласыңдар. Келесі кездескенше сендермен қоштаспаймыз.